Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен соус жасап үйренетін боламыз. Шашлик сезоны келе жатыр. Шашликпен, балықпен және пирожкимен жегенде өте әдемі болып кетеді. Самсаға қосып жесеңіз де өте әдемі болады. Қажетті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдырамын. Әрине міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен чесногымызды 3-4 зубчик чесногымызды үкіштен өткізіп аламыз, езілдіріп, немесе чеснокодавкамен езіп алсаңыздар болады. Сосын осы чесногымыздың үстіне 2 ас қасық укроп қосамыз. Аскөкті, яғни петрушканы ұнататындар, петрушка қоссаңыздар да болады. Менде укроп болды, укроп қостым. 2 ас қасық укроп қосамыз. Екі ас қасық қызанақ пастасын қосамыз. Қасықпен толтырып 2 ас қасық қосамыз. Және оның үстіне кәдімгі сұйық май, пісте майын 10-15 мл құямыз. Және 1 шай қасық қант саламыз. Үстіне 150-170 мл суымызды құйып, кәдімгі салқын суды құйып, барлығын араластырамыз. Болды, осымен соус дайын. Өте дәмді болады. Шашликпен жесеңіздер адамның тәбетін ашатын керемет ашытылау соус болып шығады. Жасап көріңіз. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен оңай әрі дәмді рецептермен жиі бөлісіп отырамын. Видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Азиза, көп рахмет видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін.